Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біздің студияның бүгінгі қонағы біздің мектебіміздің дарынды, талантты, кішкентай бүлдіршіні Амина біздің студияға қош келдің. Амина, өзің жайлы көрермендерімізге айта кетсең, нешінші сыныпта оқисың, қандай жетістігің бар, жасың нешеде, өзің жайлы Амина толық білгіміз келеді. Айта ғой. Сәлеметсіздер ме? Менің атын жөнім Шарапиева Алима. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы номер 19 орта мектеп гимназиясында 2 Г сынып оқимын. Жасың? Менің жасым 7 жаста. Алима, осы мектебіміздегі кішкентай, өзің жасың 7 жаста болса да, кішкентай бүлдіршін болсаң да, осы студиямыздың қонағы ретінде сені не үшін шақырды деп ойлайсың? Себебі сенің спорттағы жетістігім. Спорттағы жетістігің бойынша айта қойшы. Бос уақытында немен шұғылданасың, Алима? Бос уақытында 2 әпкеме көмектесем, 2 ағама көмектесем, анама көмектесем, үйді жинаймын, киімдерді бүктеймін, үйдің шаңын сүртемін, үй жинаймын. Жақсы. Спортта қандай жетістіктерге жеттің? Қандай спорттың түрімен айналысасың? Каратемен және би. Каратеде қандай жетістіктерің бар, айта қойшы? Қалалық, облыстық, республикалық жарыстардан қатыстым. Мектебің саған ұнай ма? Мектебің, сыныбың? Мектебім маған ұнайды. Сыныбың шы? Сыныбым маған ұнайды. Алима, өзің қай пәнді жақсы көріп оқисың? Қазақ тілі мен музыка. Сабақта саған ең қызық нәрсе қандай нәрсе? Музыка. Біз оқушылармен бірге ән айтамыз. Мұғаліміңнің аты кім? Қарлығаш. Қарлығаш апай екен, иә? Қарлығаш апай қандай? Ақылды, білімді, еңбекқор. Ал енді апайың үйге тапсырмалар береді ғой? Иә. Сол үй тапсырмасын өзің орындайсың ба? Иә. Әлде біреу көмектесе ме? Өзім орындаймын. Барлық пәннен үй тапсырмасын орындаймын. Өзің орындайды екенсің, иә? Осы жаңа сөзіңнің ортасында айтып кеттің ғой, каратемен шұғылданам деп, иә? Каратемен неше жасыңнан бастап шұғылданасың? 6 жасымнан. 6 жасыңнан бастап. Яғни каратеге барып жүргеніңе неше жыл болды? Сол 1 жыл жарымның ішінде сондай үлкен жетістіктерге жетіп отыр екен, иә? Спорт саған несімен ұнайды? Ол маған күш береді. Күш береді екен, иә, спорт? Спортта шыдамдылық керек, табандылық керек, иә? Себебі спортқа кешігіп баруға бола ма? Жоқ. Яғни уақытты да тиімді пайдалануымыз керек. Себебі сен мектепте сағат 1:30-нан кешкі 6-7-ге шейін мектепте боласың. Ал спортқа түске шейін барасың ба? Иә. Таңертеңгісін ерте тұрып. Беті қолымды жуамын. Таңғы асымды жеймін. Мектебіме барамын. Үйге келемін, қолымды жуамын. Мектеп формасын шешемін. Үлгішке іліп қоямын. Тамағымды ішемін. Арғарай содан кейін киінемді, өзімнің карате мен биге барамын. Каратеге, биге барады екен. Жақсы. Жарысқа қатысқан саған ұнай ма? Каратеге қатысқан? Ұнайды. Яғни каратеде шыдамдылық, табандылық керек екен, иә? Себебі қарсыласыңды жеңіп кетуің керек па? Иә, қарсыласыңды жеңіп кетуің керек екен, иә? Мен көріп отырмын, сенің жүлделерің өте көп екен. Жүлделеріңмен танысып өтейікші. Қандай жүлделерің бар екен?
Мгм. Birinchi o'rin, Мгм. 3 birinchi o'rin, Мгм. 2 3-chi o'rin. Birinchi o'rindan necheu? 3. Birinchi o'rindan 3 bor ekan, ya? Aha. Ya. Және 3-chi o'rindan 2 bor. үшінші o'rindan 2. 2 бар екен. Яғни бір жылда осындай үлкен марапаттарға ие болған біздің ақылды қызымыз екен, я? Карате Кикой Шинкай деген каратеге қатысады екен, я? Ya. Жақсы. Сенің арманың қандай? Менің арманым Өзіңнің бала арманың бар ма? Не нәрсені армандайсың? мамамды мектепке апарғым келеді. Мамасын мектепке апарғысы келеді екен. Үлкен арманың бар екен, жақсы. Арманың орындалсын. Ал сен қандай баласың? Сенің мінезің қандай? Ақылды, Тәртіптімін. тәртіптімін, үлкендерді сыйлаймын. Яғни мейірімді екен, иә? Мейірімді екен. Сен енді спортпен шұғылданғаннан кейін сен еңбекқорсың ба? Иә, еңбекқорсың. Өйткені жаңа сөзіңнің ортасында айттың ғой. Үй жинаймын дедің, иә? Бәріне көмектесем дедің. Біздің Алима сондай ақылды бал екен, иә жаным. Сенде достарың бар ма? Иә. Көп па, аз ба? Көп. Көп достарың бар екен. Жақсы. Үлкен болған кезде сен кім болғың келеді? Стоматолог. Дәрігер болғың келеді екен, иә? Не себептен стоматолог дәрігерлікті таңдап отырсың? Өйткені мен басқа адамдарды тістерін емдетемін. Басқа адамдардың тісін емдейтін ақ халатты абзал жан болғысы келеді екен. Арманың орындалсын, Алима. Үй тапсырмасын орындаған кезде саған үлкендерің көмектесе ме? Үлкен әпке, ағаларың. Өзің орындайсың. Ой, қандай жарайсың, Алима. Өте талантты бала екен, иә? Барлық шаруасын өзі жасайтын. Үйде күнделікті сенде күн тәртібі бар ма? Бар. Күнделікті күн тәртібімен, иә? Түске шейін каратеге барады. Түстен кейін сабағына келетін күнделікті күн тәртібімен жүреді екен біздің Алима. Солай ма, Алима? Иә. Мұғалімнің айтқанын тыңдайсың ба? Әлде тыңдамайтын кездерің бола ма? Мұғалімді тыңдаймын. Әр уақытта мұғалімді тыңдап, мұғалімнің айтқанымен жүреді екен, иә? Үйде тағы қандай жұмыстарды атқарасың? Үйде ата-анаң бар, иә? Екі әпкең бар ма? Иә. Екі әпкең бар. Екі ағаң бар. Яғни Алима біздің үйдің кенжесісің ба? Иә. Алима үйдегі кенже қыз екен. Бірақ қаншалықты кенже қыз болса да, ерке қыз емес. Өжет қыз. Өзінің арманына жететін ақылды біздің бүлдіршін екен, иә, Алима? Иә. Үлкендерге қандай ақыл кеңес бересің? Ақыл кеңес бере аласың ба? Иә. Үлкендер маған, Алима маған көмектесші деп айтады. Алима маған көмектесші деп көмек сұрайды екен. Яғни біреу қиналып тұрып, Алима маған көмектесші десе, сен көмектесесің ба? Иә. Не себепті көмектесесің? Өйткені ол қиналып тұр қатты. Дұрыс айтады. Яғни біреу көмек сұраса, сол адамның көмек қолын қайтармай, міндетті түрде көмектесу керек. Яғни Алиманың бойындағы біз тағы бір үлкен ізгі қасиеті Алиманың мейірімділігін байқап отырмыз, иә? Алима мейірімді екен. Үй тапсырмасын қате істеп қоятын кездерің бола ма? Жоқ. Барлығын қатесіз жұмыс жасайды екен. Жақсы. Ал ата-анаң саған қандай ақыл айтады, Алима? Білімді бол, ақылды бол, үлкендерді сыйла. Тәртіпті бол деп айта ма? Тәртіпті бол дегенді қалай түсінесің? Тәртіпті бол деген ол ақылды бол,
ешкімді ренжітпе, Мгм. үлкендерді сыйлап жүр деп айтады. Дұрыс айтады екен, иә? Яғни үйде сен көбіне қандай сөздерді жиі естисің? Алима бергел, Мгм. Алима маған көмектесші. Мгм. Жақсы. Өзіңнің оқитын о қасиетті қара шаңырақ Мағжан атаның мектебіне қандай тілек айтасың? Біздің студиямыздың қонағы ретінде. Осы оқып жүрген Мағжан Жұмабаев атындағы мектепке барамын. Мгм. Ол жақта менің әпкелерім оқып жүреді, Мгм. ағаларым оқып жүреді. Мгм. Сол Мағжан Жұмабаев атындағы 19-шы орта мектеп гимназиясына ризамын. Айналайын. Иә, яғни өзіңе дәріс беретін, өмірдегі үлгі боларлық, ілім мен білімді үйрететін ұстаздарыңа айтатын алғысың бар ма? Иә. Мгм. Кеше бізде қандай мейрам болды, Алима? 1 наурыз, 1 наурыз алғыс алғыс айту айту күні болды, иә? күні. Алғыс айту күнінде ата-анаңа алғыс айтасың ба? Иә. Ұстазыңа алғыс айтасың ба? Иә. Айта ғой, айналайын. Айта ғой. Анам ауырмаңыз, аман болыңыз, жағдайыңыз жақсы болсын. Айналайын. Енді Апайым, мен сізді жақсы көремін. Сіз маған білім бересіз. Сіз маған білім бересіз. Білімді бол деп айтасыз. Рахмет, Алима. Құрметті көрермендер, құрметті біздің студиямыздың қонағы, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін біздің студиямызда Алима есімді біздің шәкіртіміз, иә, дарынды, талантты, өзі 7 жаста болса да, қаншама биік белестерді бағындырған біздің талантты шәкіртіміз. Кішкентай ғана бүлдіршініміз, иә? Кішкентай ғана бүлдіршінімізге үлкен рахметімізді білдіреміз. Өзі бүгін таңнан келіп студиямыздың қонағы болғанына Алимаға үлкен рахмет айтамыз. Алима, шығар шыңдарың, өзіңнің бағындырар белестерің биік болсын дей отырып, саған осындай ертегілер елінде 3 апельсин кітабын Алимаға бүгінге сыйлыққа тартамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, келесі біздің студиямыздың қонағы, сүйінші хабармен бөлісетін оқушымызды біздің студиямызда көруге асығамыз. Күтіңіздер, қызықты болады.